орталық қалалық кітапханасынан шығып отырмын. Яғни маған берген тақырып мен қандай кітапты оқыдым және қандай кітапты өз бойыма терең тұрғыдан сіңірдім. Сіздерге айта кетейін десем, ақылды да адамға терең тұрғыдан дамытатын, білімді жоғары көтеретін Мұхтар Әуезовтің жазған Абай жолы атты кітабымды сіздерге алдарыңызға ұсынғалы отырмын. Яғни сіздерде бір ой туындайтын шығар. Бұл кітапты бұл қыз қалай оқыды? Бұл кітапқа оны кім ниеттендірді? Бұл кітапты ол жай алып оқыған жоқ қой деп. Жоқ, бұл кітапқа мені өз атам, яғни ниеттендірді. Бұл кітапқа мені атам өз итерді. Яғни маған айтты: қызым, бұл кітапты оқы. Бұл кітапты оқысаң сен білім тұрғыдан дамисың, өзіңді тек биіктен ғана көтеретін боласың деді. Бұл кітапты атам қолыма берген кезде Абай жолы деген сөзді оқысам да қатты бір ниеттеніп, бір дамой түскендей боламын. Яғни бұл кітапты оқымай тұрып, мен оны көптеген жерлерден қарастырдым. Кітап өзі 4 бөлімді қамтиды. Бірінші бөлім 1942 жылы, яғни шыққан болатын тұңғыш. Екіншісі 1947 жылы, 1952 жылы, 1956 жылы шыққан болатын. Бұл кітап әдеби тұрғыдан, яғни дамыған болса, бұл себебі қазақтың тұңғыш роман кітабы болғандықтан, ол әдеби классикалық түрінде дамиды. Бір әдеби сөздерден дамып келетін кітап қой. Яғни былай айта кетсек, мен бұл кітапты оқыған кезде ең бірінші түсінгенім, Абайдың өмір жолында қателескен іс-шараларын біздің бойымызға ол келмесін. Біз қалған ұрпақ оны алға қарай ұмтылсын, ол қателіктерді біз қайталамасын деп бұл кітапты шығарған болатын деп ойлаймын. Себебі бұл кітап Абай атамыздың өмірбаяны туралы айтылған, және 3-4 бөлімде Абайдың толық өмірбаяны айтылған. Мысалы, 1-2 бөлімде он кішкентай жастағы өмірбаян айтса, ал 3-4 бөлімде, соңғы қорытылған бөлімінде оның толықтай өмірбаяны, барлық қиыншылықтары барлығы айтылған болатын. Мысалы, былай айта кетсек, Лев Толстой біздің осы кітапты оқыған кезде қанша қазақтығын көтеріле бастады деп көптеген сөздер қозғаған болатын. Ал енді мен былай қарасам, бүгінгі қазақ кім десем, яғни біз Абай жолы атты кітабын еске түсіре аламыз. Себебі біз бүгінгі қазақ кім дегенде біз өзіміздің тарихымызды еске түсіреміз. Өз тарихымызды еске түсіріп, бүгінгі қазақ кім дегенге бірақ біз сұрақ жауап бере аламыз. Ал Абай жолында осы барлық сұраққа жауап тапқандай боламын. Былай қарасақ, тамыры жоқ ағаш, тарихы жоқ халық дегендей, осы кітапты мен тек қана оқи бастадым. Бұл кітапты оқығаннан кейін мен өзімді тек сезімтал, бір өмірге құштарлығым пайда болғандай бір күшті бір сезімде боламын. Міне, осы кітапты мен сіздерге де өз шын жүректен ниеттеп отырмын. Бұл кітапты оқыңыздар. Бұл кітап жай кітап емес. Бұл кітап әдеби тілден дамыған кітап. Осы әдеби тілден біз өмірімізді тек жайната аламыз. Біз отанымыздың ардагерлері, яғни отанымызды қорғай алатын, тарихымызды білетін ұрпақ бола аламыз. Көресіздер ме? Міне, менің айтып жатқаным осы ғой. Яғни осы кітап арқылы сіз тек қана жоғарыдан көріне бастайсыз. Осы кітаптан сіз қаншама биіктеп көріне аласыз. Міне, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы атты кітабы осылай бейнеленеді.